Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, бүгінгі жас ұрпақ ертеңгі еліміздің үлкен үміт артар тірегі. Ендеше сіздер осы балабақшаға келген күннен бастап қоршаған ортамен танысып, қазақтың салт дәстүрлерімен, әдет ғұрыптарымен, қазақтың ұлттық ойындарымен әрі қарай тәрбиемізді жалғастырып келеміз. Ендеше бүгінгі ханталапай ойынымызды бастамас бұрын біздің қонаққа ата әжелеріміз келіп отыр екен. Кәнекей, ата әжелерімізден ең бірінші ойынымызға батамызды алып, жолымызды ашып алайық. Кәнекей, ата әжеге барайық. Балаларым, кәнекей қолдан жая қойыңдар, сендерге батамды берейін. Қолымыз жайық, балалар, ата бата берейін деп жатыр. Жолыңды Алла қолдасын, сәтті болсын қадамың, мақсаттарың орындалсын, асықтарың әржесіне түссін. Ай, балаларым, мен бос келген жоқпын сендерге. Сендерге мені бала кезімде ойнаған асықтарымды алып келдім. Қоржынға салып, осыны апайыма берейін. Рахмет, ата. Ал балаларым, мен де құр қол келген жоқпын сендерге. Осы асық ойыны, осы қоржынды түріп түнімен сендерге тапсырайын деп келдім. Асықтарымды осы қоржынға салып аласыздар. Түсінікті ме балалар? Әдемі қылып сендерге қоржын тігіп алып келдім. Ой, бәрі келді. Жетті ме балаларым? Балалар, ханталапай ойын бастамас бұрын осы ханасы қай баланың ойын қолына түседі, сол бала ойынды бірінші бастайды. Талапай, басталды ойын. Алақай! Анасы біздің дарынға түсіпті. Жарайсың, ойынды бастайтын дарын. Ал балалар, ойынымызды бастаймыз. Кәнекей, ойынды бірінші дарын бастайды. Бәрекелді. Ойынымыз осымен аяқталды. Жеңімпазды анықтау үшін асықтарымызды санаймыз. Кім көп асық жинады, сол бала жеңімпаз атанады. Кәнекей, санайық, санайық. 1, 2, 3, 4. Ислам. 4. Ислам. 1, 2, 3, 4. İsa. Müslim. 1, 2, 3, 5. Sana bak. 1, 2, 3. Aziz sana bak. Жарайсыңдар. Ендеше бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Müslim.